Hello my dear friends. Сәлем достарым. How are you? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз time, уақыт. Ағылшын тіліндегі уақытты қалай айтамыз? Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Лайк басып кетіңіздер. Time. Today you will learn how to tell the time in English and to answer the questions. What time is it now? Сағат неше болды деген сұраққа бүгінгі жауабымызды алайық. Time ағылшын тілінде сағатты айту үшін бірінші минутты, содан кейін сағатты айтамыз. Егер минут тілі оң жақ бетте сағаттың бірінші бөлігінде болса, онда past предлогын қолданамыз. Мысалы, 3 minutes past 3. 3-тен 3 минут кетті. Егер де минут тілі сол жақ бетте сағаттың екінші бөлігінде болса, 2 қалды предлогын қолданамыз. 17 minutes to 7. 7-ге 17 минут қалды. Егер де біз 2 quarter деп ширек 15 минут қалған болса, онда quarter to деп айтамыз. Ал енді 20 минут қалған болса, 20 minutes to болады. Past'ы 5 minutes past. 5 минут кетті. Quarter past, яғни ширек 15 минут қалды. Минут тілі жартыда тұрса, онда қазақ тілі сияқты жарты деп айтамыз. Мысалы, 6:30, 6:30. Бұл 6:30, бірақ half past 6 болады. It's 12 o'clock in the daytime. It's midday. Түскі уақыт, түскі сағат 12 болса, біз it's 12 o'clock деп daytime деп айтамыз. It's 12 o'clock at night. Түнгі сағат 12, түн жарым, түн ортасы деп айтамыз. It's 4 o'clock. Сағат тура 4 болғанын айтсақ, it's 4 o'clock деп айта саламыз. Half past 7 in the morning. Half past 7 a.m. десек, таңғы сағат 7:30. Таңғы уақытты біз a.m. деп айтамыз. 8 o'clock in the evening. 8 p.m. болса, онда ол кешкі сағат 8. Уақытты 0-ден 24 аралығында айтылады. 0-ден 12 сағатты бөліп, күн не кеш түн деп айта аламыз. Таңғы уақыт ол түскі 12-ге дейін AM деп белгіленеді. Назарларыңызға рахмет. Thank you very much. See you soon. Келесі кездескенше каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.